Баршаға сәлем, сіздермен бірге мен Дорамшик ағай. YouTube арнамда обзор шықпағалы біраз болды. Бүгін мен классикаға айналған 2010-да шыққан «Я видел дьявола» фильміне обзор жасаймын. Бірден ескерте кететін жайт, фильм негізінен 18+, немесе тіпті 21+, сондықтан да егер сіз жүкті болсаңыз, жүрегіңіз ауыратын болса, жалпы ауыр дорамалар сіздерге фильмдер қиын болатын болса, бұл обзорды көруге кеңес бермеймін. Обзорды бастамас бұрын арнама тіркеліп, лайк басып пікір қалдырып кетсеңіздер, бұл мен үшін өте маңызды. Олай болса, бастайық. Фильм жас қыздан басталады. Оның көлігі жүрмей қалып, эвакуацияны күтіп отырады. Сол қыздың сүйікті жігіті де келіп шок алады. Сонымен қызды жерлейді. Жігіт әрине қайғырады. Қайғырып қоймай, ол енді кек алуға шешім қабылдайды. Ол 2 апта демалыс алады, бірақ бұл адам өлтірдім деп қиналмайды. Қалағанша тамақ ішеді, тіпті гитарада да ойнайды. Содан бас кейіпкер кезекті күдіктіні іздеуге көшеді. Бұл жолы шынымен маньяк оқушы қызды зорламақ болады да, сол уақытта біреу жай ғана «Чанген Чхоль» деп сыбырлап сөйлейді. Кімнің сыбырлап тұрғанын түсініп тұрған шығарсыз. Оқушы қыз аман қалды деген үміттемін, өйткені оны көрсетпейді, немесе мен көрмей қалдым. Маньяк ол жақтан кетіп түнде жаяу кетіп барады. Таксишіге жеткізіп тастайын деп ұсыныс айтады, ол әрине келіседі. Артында тағы бір ер адам отырады. Таксиге отырған 2 адамды да маньяк өлтіріп тастайды. Ол ауылдық жердегі ауруханаға келеді, гипс тағады, сол жерден ол жас қызды көреді, яғни мейірбикені. Бұл маньяк бұл қызды да зорламақ болады. Оның әңгімесін бас кейіпкер естіп отырады да, қызды аман алып қалады, ал маньякты әбден қинайды. Оны қинап тастап кетеді. Маньяк қатты ашуға булығады. Өлген қыздың әкесі бас кейіпкерге хабарласып, маньякты онсыз да полиция іздеуде тоқтатуын сұрайды. Әйелді зорлайды. Ал ол әйелді жаңағы досы өлтірмек болады. Осы уақытта бас кейіпкер келіп, оның сазайын береді. Содан ол маньякты кездестіреді, оны өлгенше ұрып соғады. Осы кезде маньяк полицияға бүгін берілетін бітпеген бір ісі барын айтады. Бас кейіпкер ол сүйіктісінің әкесі мен сіңлісі екенін түсінеді. Бұл фильмді мен 3 рет көрдім. Ең алғашқы рет бұл классика болғаннан кейін көрдім бірнеше жыл бұрын. Біреу білсе, біреу білмес, менің Сақ студия деген дорамаларды, фильмдерді қазақша дыбыстайтын тобым бар. Сол жердегі фильмдер болсын, дорамалар болсын, мен дыбыстамаймын, аударамын. Дәл осы фильмді де жақын арада Сақ студияның дыбыстамасында көретін боласыздар, сондықтан да телеграмға тіркеліп кетсеңіздер болады. Ал 3-ші рет дәл осы обзор үшін қайта көрумен тура келді. 3 ретте көру мен үшін өте бір ауыр болды, өйткені біріншіден фильмнің өзі ауыр, атмосферасы ауыр. Кек алу да бас кейіпкердің. Сонымен «Я видел дьявола» фильміне арналған обзор осымен тәмам. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар.